Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынандай әдемі бүкілет гүл жасайтын боламыз. Біріншіден бізге алдымен керек емес журналдың жартысын қиып, ортасына спашка таяқшаның көмегімен дөңгелетіп, кәдімгі таяқша жасайтын боламыз. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Соңына дейін көруге тырысыңыздар. Осының ұшын біріктіру үшін кішкене скотч алып жабыстырамыз. Ажырап кетпес үшін осыны жабыстырып, таяқшасын аламыз. Неше түрлі фирманың қалған журналдарын қолданатын боламыз. Осындай журналдардан көбірек таяқша жасаймыз. Таяқшамыз дайын. Енді біз осы таяқшаның ішіне кішкене пластмасс ыдысты қоямыз да сыртын осы таяқшалармен қоршайтын боламыз. Мұқият аяғына дейін қарап отырыңыздар. Өте оңай. Мінекей сыртына кәдімгі заттарды орайтын резинамен орап қоямыз. Осы бүкілеттің ішіне гүл жасайтын боламыз. Қызыл түсті, түрлі түсті қағаздың ішінен қанық қызыл түстіні алдық. Осыны бүктеп. Енді осы бүктегеннің шетін кішкене қырқамыз. Қырқып алдық. Енді осының екеуін тағы да бүктейміз. Сонда бізде көбірек дөңгелек гүліміздің өзі шығатын болады. Енді осыны кішкене осы дөңгелекпен өлшеп аламыз. Қалай өлшенді, соны айландырып қырқып шығатын боламыз қайшымен. Гүліміздің дөңгелектері дайын болды. Енді гүліміздің өзін жасайтын боламыз. Шетін қырқып, осы жолмен ортасына дейін қырқып барамыз. Қараңыздар, ортасына дейін қырқамыз. Енді бір-бірін ажыратып алып аламыз. Бізге бір қағазымыздың өзінен 10 шақты гүл шығады. Енді екінші 3-4 кішкене қабатты гүлімізді ортасына дейін апарамыз. Енді осы гүліміздің қағасын бір-біріне ажыратып алып аламыз. Бізге осындай гүлдерден бірталай гүл қажет болады. Біз букетіміздің ортасын осы гүлдермен толтыратын боламыз. Мұқият аяғына дейін қарап отырыңыздар. Өтініш сіздерден. Біреуге сыйлыққа берсеңіздер де өте жақсы. Өздеріңіз білесіздер, үлкенірек қыламын деп жасасаңыздар, үлкенірек қылыңыздар. Қанық әртүрлі түсті гүлдерден жасасаңыздар болады. Енді осы жаңағы дайындап қойған гүлімізді ортасынан бастаймыз. Әр ораған сайын скотчты жабыстырып отырамыз. Оны скотчты жабыстырмасақ, ортасы ажырап кететін болады. Өзімізге сенімді болу үшін ортасына бір ораған сайын скотчты жабыстырып отырамыз. Енді гүліміздің ұшын жабыстырамыз. Бір гүліміз дайын болды. Енді сіздерге кішкене түсінікті болу үшін екіншісінде көрсеткелі жатырмын. Ортасынан бастайсыздар, міндетті түрде. Бір орап алғаннан кейін гүліміз ажырап кетпес үшін ортасына міндетті түрде скотчты жабыстырып отырасыздар. Қараңыздар, бір орайсыздар, екі орайсыздар, ортасына міндетті түрде скотчты жабыстырып отырыңыздар. Сонда гүліміз, ортасындағы гүліміз үстіне шығып кетпейді. Екі гүл дайын болды. Енді біз осындай гүлден көбірек қып жасаймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мінекей дайын біздің гүліміз. Енді осы гүліміздің
букеттің ортасына, вазамыздың ортасына осы дайындап қойған дөңгелек кордонымызды ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. Жабыстырып қоямыз. Сонда біздің шет-шетіндегі таяқшаларымыз нық тұратын болады. Енді осының ортасын толықтыру үшін біз керек емес фирманың қағаздарын алып, журналдарды алып, бірінші қолымызбен ажыратып аламыз, қырықпай. Енді қолымызбен мыжып, бір-біріне қосып отырамыз. Сонда біздің қағазымыз үлкейеді. Енді осы қағазымыздың үстіне, дөңгелек қағазымыздың үстіне, кәдімгі біздің қолданып жүрген, оқып жүрген газетімізді қолданамыз. Қараңыздар, үстіне газетті жабыстырып қоямыз. Енді осы буклеттің үстіне осы газетімізді қоямыз. Таяқшалардың шеті әртүрлі болғандықтан қайшымен кесіп шықтық, бір тегіс қылып. Енді ортасын, газетіміздің ортасына гүлдерімізді жабыстырып шығамыз. Өте әдемі болады. Үйлеріңізде мамаларыңызға, кәдімгі қыздарыңызға, жігіттер болса, көретін жігіттер болса, осындай буклет жасасаңыздар болады. Бір-бірлеріңізге сыйласаңыздар болады. Енді осы буклеттің ішін толтыру үшін біз буклеттің гүліміздің шетіне жапырақтар жасайтын боламыз. Кәдімгідей қалай гүлді қырқып алдық, сол сияқты қылып бүктеп қырқып аламыз. Әрине бір-екі қағазын көрсететін боламыз сіздерге. Қолымызбен күлек қылып қырқып алып, жаңағы бүктеп ыстық клейде жабыстырып аламыз. Қараңыздар. Енді екіншісін тағы да сіздерге түсінікті болу үшін екіншісінде көрсетіп жатырмын. Мінекей, көбірек қылып жасадық жапырақты, енді гүлдің шетіне жабыстырып отырмыз. Сонда гүлдің екі ортасы, жаңағы таяқша мен гүлдің екеуінің ортасы көрінбес үшін жапырақпен жабыстырып отырамыз. Сонда гүліміздің, букет гүліміз әдемі болып көрінетін болады. Айландырып, үстіп жабыстырып шығамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Ұнап жатса міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде дәрекке жазып кетіңіздер. Түрлі түсті қағаздардан болсын, гафировый қағаздардан болсын, және де қазіргі заманауи үлпілдек сым жіптерде шығып жатыр, солардан да осындай буклет жасасаңыздар болады. Өте әдемі. Мінекей біздің буклетіміз аяқталғалы жатыр. Қараңыздар, өте әдемі шығып жатыр. Ұнаса, міндетті түрде ұнады деп жаза кетіңіздер. Менің еңбегімді бағалай кетіңіздер. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Осы YouTube каналын аяғына дейін көргендеріңіз үшін өте рахмет. Көңілінен шықты деп ойлаймын. Мінекей біздің буклет дайын болды.